Ішкі істер министрлігінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөліністері шетелден әкелінген автокөліктерді заңсыз тіркеумен айналысқан қылмыстық топтардың жолын кесу және оларды ұстау бойынша жедел тергеу іс-шараларын жүргізді. Мәселен, Ақмола облысында тіркеуге заңсыз қойылған жүк автокөліктері анықталды. Өткен жылдың ақпан айынан ағымдағы жылдың сәуір айына дейін қылмыстық топ алғашқы мемлекеттік тіркеуді төлегені туралы жалған құжаттарды пайдалана отырып 62 жүк автомашинасын қазақстандық есепке қойған. Әрбір жүк автомашинасын алғашқы мемлекеттік тіркегені үшін ресми төлем шамамен 7-8 миллион теңге болуы тиіс еді. Алдын ала деректер бойынша мемлекетке келтірілген шығын шамамен 500 миллион теңгені құраған. Алматы қаласында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес қызметкерлері тағы бір қылмыстық топты анықтады. Олар Қазақстанға Оңтүстік Кореядан кіргізілген жеңіл автокөліктерді заңсыз тіркеген. Сондай-ақ жалған құжаттар бойынша тіркелген 250 автокөлік анықталды. Олар бойынша мемлекетке келтірілген шығын 340 миллион теңгеден астам. Бұл жағдайда қылмыстық топ көлік құралдарына жалған құжаттар жасаған. Олар шығарылған жылын 2018-ден 2020 жылдар деп көрсеткен. Алғашқы мемлекеттік тіркеу үшін белгіленген соманы төлемеген. Астана қаласында қылмыстық топ автокөліктерді автобөлшектер ретінде жеткізуді ұйымдастырған және олардың шанақтарын ауыстыру туралы жалған құжаттар арқылы қазақстандық есепке қойған. Күдіктілер ұсталып, кінәлілерін мойындады. Сонымен қатар күдіктілерге тінту жүргізіліп, заттай дәлелдемелер мен жалған құжаттар алынды. Тергеу амалдары жалғасуда.